1989 жылдың 15 ақпаны күні Кеңес одағының әскері Ауғанстан жерінен шығарылды. 10 жылға созған соғыс шарасы көп адам үшін әлі де жазылмаған. Сол қырғи қабақ соғыстың ардагерлерін құрметтеу, ұрыста жан тапсырғандардың рухына тағзым ету ұрпақ міндеті. Осыған орай Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде айтулы шара өтті. 15 ақпанда шектеулі әскер контингенті соғыстан зардап шеккен елдің аумағынан елімізге аттанды. Әрине Қазақстан Республикасының тарапынан 22 мыңға жуық біздің жас жеткіншектер Ауғанстан жеріне барып өздерінің әскери борыштарын атқарды. Дегенмен олардың көбісі үйіне қайтпады. Қаншама біздің осы жастарымыз сол жерде өздерінің әскери борыштан өткеру барысында сол жерде қайтыс болды әрине. Дегенмен көптеген біздің университетіміздің қызметкерлері осы күнде біздің университетіміздің қабырғасында осында жаңа ардагерлерді атап өтті. Олардың барлығы да осы біздің Өскеменде елімізге аман есен оралды. Сіздерге зор денсаулық, аманшылық болсын, отбасыларыңызға тек жақсылық болсын. Сіздерді біз үшін әрдайым осылай марапаттау біз үшін өте маңызды. Университет оқытушылар арасында әр жылдары Ауған Республикасында әскери борышын өтеген интернационалист жауынгерлер бар. Физика және технологиялар кафедрасының шеберхана меңгерушісі Төлебек Рақышев, мәдениет, спорт және алғашқы әскери дайындық кафедрасының аға оқытушысы Андрей Кожуховский, запастағы полковник, әскери кафедра оқытушысы Ақылбек Самкенов кеңес әскерінің Ауған жерінен шығарылуына 34 жыл толуына орай жастарға патриоттық, адамгершілік тәрбие және білім беру жолындағы белсенді еңбек үшін марапатталды. Аға буынның жауынгерлік жолын оқу орны жастар жалғастыруда. Бұл сөздің бұлтартпас дәлелі университеттегі Қабанбай Батыр атындағы әскери кафедра. Айта кетейік, 2019 жылдың мамыр айында білім ордасы тарихында алғаш рет әскери кафедра ашылды. Бұл іс университет ректоры Мұхтар Төлегеннің бастамасымен және жеке қолдауымен жүзеге асты. Ұлы дала қолбасшысы Қабанбай Батыр есімімен аталған кафедра студенттері әскери дайындықтан өткізуге арналған бірден бір құрылым. Шара аясында әскери кафедраның алғашқы оқу курсын аяқтаған 74 студентке запастағы кіші сержант әскери атағы тапсырылды. Біз үшін 2019 жылы мамыр айында әскери кафедраны ашу негізгі мақсатымыз әскери патриоттық тәрбиелеу болған жастар. Сол бүгінгі таңда қаншама біздің студенттеріміз лейтенант шенін алып шықты. Және де жаңағы бүгінгі таңда сержант әскери шенін алмақшы. Осы әскери шенін алмақшы жастарға мен айтарым, сіздер де осы Ауғанстанда біздің ұлы отан соғысына қатысқан ардагерлеріміз сияқты қашанда қайсарлықпен, ержүректікпен, батырлықпен елімізді қорғап, еліміз үшін шынайы қызмет ете беріңіздер. Мен соған тілектеспін. Шараға қатысушылардың айтуынша жастарды өз отанының адал патриоты болуға тәрбиелеу, әскери салаға баулу аға буынға жүктелген маңызды міндет. Өздеріне артылған жауапкершілікті жастар да жақсы сезінеді. Бір жыл бойы Қабанбай Батыр атындағы әскери кафедраны оқыдым. Оқып бітірген мамандығым жеке құраммен жұмыс сержанттары. Осы бір жыл бойы ішінде әртүрлі әскери мамандық бойынша білімдер алып шықтым, және осыны бітіргеніме өте қатты қуаныштымын. Получил сегодня воинское звание младший сержант. Обучался в университете Аманжолов, Қабанбай Батыра кафедра. Во время своего обучения нас научили дисциплине, порядку. Я очень рад, что поступил именно в этот университет и закончил кафедру. Іс-шараға Шығыс Қазақстан облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаментінің, Ауған соғыс ардагерлердің Өскемен ұйымының өкілдері, интернационалист жауынгерлер мен әскери кафедра курсын өтіп жатқан студенттер мен ата-аналар қатысты. Кеш қонақтары Шығыс Қазақстан университетіндегі әскери кафедра түлектері жоғары сұранысқа ие екендігін атап өтті. Прозван выпускников военных кафедр такими государственными учреждениями и органами, как прокуратура, Комитет национальной безопасности, Министерство обороны, Министерство внутренних дел свидетельствует об уровне вашей подготовки. Я желаю кафедре и всем вашим выпускникам на этом нелегком пути, не оборачиваясь назад на ошибки, двигаться только вперед, ставить и достигать высоко поставленные цели. Барлық қажетті материалдық техникалық базамен қамтылып, жеті әскери есептік мамандық бойынша запастағы әскерлерді даярлайтын кафедрада бүгінде 350 студент оқуда. Биыл оның 133-і запастағы сержант, 115-і запастағы офицер шенін алатын болады. У нас обучаются и офицеры запаса, и сержанты запаса. А также у нас обучается в настоящее время 45 девушек по специальностям финансового обеспечения, психологическая работа и по работе с личным составом. Қорғаныс пен күштің нышаны мызғымас белгісі айбарын көрсететін әскери жабдықтар. Бұл мақсатта оқу орны қолында шара қонақтары үшін атыс қаруының, әскери құрал жабдықтардың, арнайы жабдықтар мен жеке қорғаныс құралдарының әр кезеңдегі үлгілері қойылған көрме экспозициясы ұйымдастырылды.